Hello everyone. Today we are going to talk about the prepositions. Prepositions дегеніміз не? Prepositions дегеніміз уақытты, орынды, бағытты көрсететін сөздер. Қазақ тілінде prepositions, предлог деген ұғым мүлде жоқ. Олар септік жалғаулар мен үстеулер арқылы қолданылады. Мысалы, дүкенде, in a shop, дүйсенбіде, on Monday, ауруханада, in hospital, Қазақстанда, in Kazakhstan, үйдің артында, behind the house, автобуста, on a bus. Бүгінгі сабақта орын предлогтарын үйренейік. Let's get started. Preposition in, ішінде деген ұғымды білдіреді. In a room, бөлмеде немесе бөлменің ішінде. In a car, көлікте, көліктің ішінде. In a garden, бақшада, бақшаның ішінде, сыртында емес. Preposition on, үстінде. Бір нәрсенің бетінде, үстінде орналасқан тұрған заттарға қолданамыз. On the floor, еденде, еденнің бетінде екенін білдіреді. On a wall, жарда. There are some books on the table and some pictures on the wall. Үстелдің үстінде бірнеше кітаптар, ал жарда бірнеше суреттер бар. Don't sit on the grass, it's wet. Шөпке отырма, ол ылғал. Preposition under. Under, астында дегенді білдіреді. The boy is sitting under a tree. Ол талдың астында отыр. Preposition next to. Next to, жанында, қасында. The bookshop is next to the pet shop. Кітап дүкені зоо дүкенінің жанында. In front of. In front of, алдында. The car is in front of the house. Көлік үйдің алдында тұр. Preposition behind. Behind, артында. The boy is behind the armchair. Ол креслоның артында тұр. Preposition between. Between, ортасында, арасында. The day between Monday and Wednesday is Tuesday. Дүйсенбі мен сәрсенбінің ортасындағы күн сейсенбі.